Ассалаумағалейкум достар. Бүгінгі шығарылымда бізде көлік іздейтін боламыз. Демек, ағама көлік іздейміз. Видео түсам, кеше ағам звондайды. Ера қалайсың, анау, короче, нормально что-то. В общем, маған машина керек, 3,5 миллион теңгем бар. Осылай көру керек. Өз басқа қалада, бірақ. Давай көріп берейін дедім. Енді қазір 3,5 миллионға келетін қандай көліктер бар. Енді Kia Rio, Solaris, Polaris'тарды ұнатпай тұр енді. В основном жаңағы японцы, жаңағы жапондық көліктер, болмаса жаңағы ескі кореялық көліктер, Hyundai Elantra, Kia Cerato, 11, 12 чисто жаңағыдай класс жоғарылауда. Енді қазір біз бір Subaru'ды көруге барамыз. Сол Subaru ұнаса көреміз. 3 миллион 800 мың сұрап тұр. 2006 жылғы 2 литр қозғалтқышпен. Турбина жоқ, қателеспесем. Соны қазір көреміз. Пробегі қанша екен барлығы. Бізбен бірге болыңыздар. Сонымен достар, негізі көлік іздегенде ең басты минус бір жаман жері, астында көлік жоқ болған жаман сол. Базар жоқ, такси алуға болады, таксиде 2 минус бар. Ең бірінші уақыт, таксиде көп уақыт жоғалтасың, келгенше анау ұстағанша. Екіншіден шығын. Каждый таксистқа 1000 теңге, 2000 теңге беру керек. Сол шығын. Сондай сәтте астында көлік болған жақсы да, көлік іздегенде бір күнде уақыт көп ұтасың, көлік болса астында көп уақыт ұтуға болады. Бір күнде мысалға көлік қарауға болады, қанша көлік қарауға болады, жаңағындай. Неге де байланысты адамдардың уақытында көбісі жұмыста болады, андай мындай. Кешке болса айтмын, сағат неше қазір? Қазір сағат бізде 6 болды. Кешкі 6-та жұмыстан шығамын деп. Солай қараймыз. Bir күнде бір максимум қалған ішінде қарайтын болсақ 3-4 көлік қарайтын шығармыз. Оның өзі уақыт кетіп қалады. Солай көрейік, қандай көліктер бар екен. Hey, Macarena. Bitches on my stick, but my name ain't Harry Potter. No, she lick it up, make it disappear like Tata. She asked for some dollars, not a bitch getting out of. And I'm in this bitch for my click. Why? I'ma throw 20 racks on a bitch. Why? 3 phones on my lap, world on my back. She gon' be tapped in if a nigga tap it. You look like someone that I used to know. Undefeated with the bitches, I'm invincible. Diamond said invisible. Келген машинамыз көруге. Короче, беке, бампер. Мына жер трещина, бампер істеу керек, зазор келмейді. Так, еще крыша бар. Майысқан, покраска. Салон электросиденье, бәрі бар. Работает. Такс. Көрейік. Чек бәрі жанып тұр, ABS бәрі, так, подушка бәрі жанып тұр. Автомат, люк. Салон. Брат, можно открыть багаж? Конечно, покажи. Артырылмаған. Артын көрсетейін. Целый. Косточки здесь сейчас. Так, мына жерде не керек бізге? Крас ету керек. Өйткені краска уже кеуіп қалған әбден. Бампер нормально. Кесік. Короче, машина толық боялған. Бірақ шпаклевка, короче, водительский жақта өте көп.
Қозғалтқышын көр, қозғалтқыш нормально. Короче, достар, Subaru'ды көрдім. Legacy 2 литрлік атмосферник автомат 4-ступенечный. Не, қозғалтқышы нормальный, коробкасы нормальный, жүріп көрдік. Бірақ единственный минус болғанда, единственный емес, минус дохуя. Салон идеальный, более-менее өзінің жылына жақсы салон. Одан кейін машина толық боялған, крыша майысқан, крышадан анау не бар ғой, вмятина без покраски деген шығаратындар, ондайға келмейді ол. Ананы шығарат. Покраска, по-любому красить краска шығара алмайды, өйткені қалың темір болса, без покраска болмайды. Сосын толық боялған, қатты удар алған, жүргізуші жақтан. Крылада шпаклевка өте көп. Алдыңғы, одан кейін алдыңғы есікте көп, артыңғы есікте шпаклевка көп, артыңғы крылада шпаклевка көп. В общем, бағасы 3 миллион 800, 100 мың ғана түсем дейді. Меніңше 100 мыңға баға не стоит. Сондықтан да тағы көліктерді көреміз. Бірақ бұл видео шыға береді. Тағы көліктер іздестіріле береді. Өйткені бір күнде бір-ақ көлік қарадық бүгін. Сондықтан да келесі күні алып атсақ, ол көліктерді түсіреміз. Алғанға дейін алмасақ, алмадық онда. 3,5 миллион теңге бар. Сол 3,5 миллион теңгеге іздеп жатырмыз. Сонымен достар, сіздермен қоштаспаймыз. Келесі көріскенше аман сау болыңыздар. Стоп, досым, тоқта. Міндетті түрде арнаға жазылып, және WhatsApp-тағы группаларға бөлісші, досым. Рахмет.